Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, өздеріңізбен осы видеоны түсіріп бөліскім келіп отыр. Қазіргі таңда соңғы бір аптаның ішінде көп мұсылман бауырлар сұрап жатыр. Жалпы қистәл хинди дегеніміз ол не, ол қайдан шықты, ол рас па, пайғамбарымыздың айтқаны ол жайлы, жалпы оны қалай тартамыз, неге бұлай тартады олар, неге аналар бүйтіп айтты, мыналар неге сөйтіп айтты деген сұрақтар өте көп. Енді кішігірім білетін нәрсемен өзім бөліскім келеді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиста былай деп айтады: кімде кімнің тамағы ауырса дейді, яғни тыныс алу жүйесі, ангина деген сияқты аурулар болса, оған қистәл хинди тұтатып түтінін тартыңдар деп келеді аудармасында. Ал кімнің өкпесіне байланысты плеврит аурулары болса, плеврит деген ол мынау қазір пневмониямен ауырып отыр ғой бәрі. Сол аурудың асқынған түрі, өкпеге су жиналады. Соған байланысты пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам: ауыздарыңа салып ішіңдер дейді. Жалпы қист дегеніміз не ол? Ол гүл. Оны біздің тілде ладан деп айтады. Индийский ладан, либо морской ладан болып екіге бөлінеді. Өзі арабшада да келеді бізге қистәл хини және қистәл бахри деп. Екеуі де бір гүл, бірақ әр жерде өседі. Біреуі Индияда өседі, хинди деген түрі, әл-бахри деген түрі теңіздің жағасында өседі. Өкінішке орай мен білмейді екенмін қай теңіздің жағасында өсетінін, бірақ ол түрі теңіздің жағасында өседі. Және де қистәл хинди қоңырлау болып келеді. Мынау соның тамыры, сіздер ішіп жүрген, жаңағындай тартып жүрген қистәл хиндидің тамыры, мынау сол гүлдің тамыры. Осы тамырды ұнтақтап, ұнтақ күйінде сатады. Жаңағындай килограмм, 100 грамм, 200 грамм, 1 килограмм деген сияқты. Не болмаса көп адамдар бұның дәмі ашты негізі. Қистәл хиндидің ішкен кезде құсқысы келіп, жаңағындай дәмі ашты болып, жағымсыз болғаннан кейін дәмі. Бұны не істеген? Капсулаға қаптаған. Қазіргі таңда дәріні ішу оңай, сол сияқты капсулаға қаптап, ішу әдісін бізге оңайлатып берген. Неше түрлі фирмалар бар шығаратын. Енді осыны пайғамбарымыздың кезінде ұнтақталған түрі болды ма жоқ па, оны мен білмейді екен. Бірақ жалпы біздің қолымызда бәрімізде мына түрі жоқ. Бұл түрі өте сирек негізі келеді бізге, яғни лично маған және де басқа да мына пациенттарға біз бұны бүйтіп сатпаймыз, өйткені ешкім үйінде отырмайды ұнтақтап. Енді жалпы бұны көрсету үшін алдым, қандай болатыны. Мынау сол гүлдің тамыры, осы тамырды ұнтақтайды. Одан кейін осындай түрлерін дайындайды. Мынау міне ұнтағы оның 100 грамм ішінде, не болмаса мынандай ыдыстарға қаптайды, қистәл хиндиді капсулаға. Енді біз бұны қалай тартамыз? Тамақ ауруына, тыныс алу жүйелеріне байланысты. Бұның тарту түрлерін интернетте байқасаңыздар көп жүріп отыр ғой қазір. Біреулер жаңағы шөп шеккен жігіттер өздерінің опытына салып тұрып неше түрлі шегу әдісін көрсетіп отыр. Жалпы ол мәселе бойынша менің өзімнің жеке пікірім, олай тарту дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені оны көпшілік біледі ғой, уже мысалы менің өзім көріп сразу түсініп отырамын, басқалар да көріп түсінеді. Ол мына шөп шегіп отыр ғой деп, бірінші көрген адамның бәрі айтып келіп отыр, мына шөп шек деп. Соңында біз білдік оның қистәл хинди шегіп жатқанын деп. Яғни басқа мұсылман емес кісілер көріп ойлауы мүмкін да, мыналар не істеп жатыр, мұсылман болу деген осы ма, олар да шөп шегеді деген, Құдай сақтасын бұндай діннен деген сияқты біздің дінімізге кір келуі мүмкін. Сол себепті бізге бұны ұстаздарымыздың үйреткен әдісі, обычно мынандай бір темір ыдысты аласыздар, біздің мына жұмыста тұтататын мына ішінде көрініп тұр. Біз тұтатып қоямыз, неше түрлі адамдар келеді, ауырып келеді, тағы басқаша деген сияқты. Осыны ыдысты аласыздар, ішіне сәл ғана осы қистәл хиндидің ұнтағын, мынандай капсуладағысын алып, ішінде капсуласын ашып салсаңыз да ол бәрі бір ұнтақ. Не болмаса мынандай 100 грамм болып сатылады. Осындай түрін алып, мынандай ыдысқа саласыздар. Кішкене ғана саласыздар да осыны. Сосын қолдарыңызда зажигалка болса, сол зажигалкамен жандыру бұны оңай болады. Өйткені қистәлдің түрлері көп, қатты ұнтақталған түрі болады, не болмаса қатты емес, орташа ұнтақталған түрі болады. Ішінде жаңағы тамырының түйіршіктері жүреді. Кейбір түрлері бар, шаң сияқты, мына ұн сияқты үйдегі қатты ұнтақталған түрлері болады. Оларды жандыру оңай болады. Но мендегі қазір кішкене түйіршіктері бар ішінде. Ондай керемет қатты ұнтақталмаған, бірақ осы түрін қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне сіріңкені алып осылай жақсаңыздар болады. Не үшін зажигалкамен жандырғандарыңыз дұрыс дедім? Өйткені мынау сіріңкенің бір шиі тез жанып кетеді ғой, и саусақтарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сол себепті зажигалкамен тұтандырған бұны оңай. Зажигалкамен жағып тұрасыздар, қызыл шоқ пайда болғанға дейін. Қашан қызыл шоқ пайда болады? Ол менде әлі кішкене пайда болған жоқ, өйткені жаңағы айтып кеткенімдей сіріңкемен кішкене тұтату бұны қиынға соғады. Енді бұдан да
мықты түрлері бар ғой, жаңағы шегіп жатқан кісілердің. Оңай түрлері шығар мүмкін ол. Енді жеке менің білетін түрім, және де менің үйдегі бүкіл бала шағама, ата-анама, туған туысқандарыма қолданатын способ, осы способты біз өйстіп жандырамыз. Үйде бәрі өйстіп жандырады бізде. Мұны қызыл шоқты шығарып алғаннан кейін үстінен осыны себесіздер. Жақсылап бүйтіп. Және міне түтін шығып жатыр. Осы түтінді тарту керек болады. Мұрынмен, және де ауызбен күніне 5-6 рет қайталау керек. 5-6 рет өйстіп тұтатып, дайындап, сосын бір тартқан кезде ішке қаратай 5-6 тартыспен тарту керек. Бір-ақ рет отырып тартып, аспанға қарап маған шипа қашан келеді екен деп жату, ол дұрыс емес нәрсе. Оны күніне бірнеше рет тарту керек. Бірнеше рет. Сол кезде эффектісін көресіздер. Өте тез көрсетеді эффекті, бірақ сіздерді құр отырмай күніне бірнеше рет қайталап айтам, тарту керексіздер. Күніне возможность болса 5-6 рет бір тартқан кезде, жаңа айттым ғой, 5-6 тартыспен тартасыздар ішке. Осылай тұтатып аласыздар да, каждый адам кеп өзі мұрынмен ішке тартса болады, не болмаса ауызбен былай бір рет тартып аласыздар да, іште 5-6 секунд ұстап, 5-6 секунд емес, 2-3 секунд ұстайсыздар да, қайтадан шығарасыздар. Ең керек әдіс жаңағы мынаны тек шегумен ғана шектелмейді. Ем өкпені емдеу үшін, өкпедегі ауруларды емдеу үшін бізге бұл христиан жаңа пайғамбарымыз айтқандай ішу керек болады. Яғни мынандай бір бокалды аласыздар, кружка, бокал дейма, в общем осындай бір 250-300 граммдық ыдыс аласыздар. Ішіне қистыр хиндидің ұнтағын біз салатанға салып дайындап қойдық бұны. Жаңа көрсеткен ұнтақ бұл. Қайта сұрамауларыңыз үшін тағы да қайталап айтамын. Осы ішінде осындай 100 граммдық ұнтағы болады бұның. Мына қистыр хинди тамырдың сіздер көрсеткен ұнтақталған түрі. Осының ұнтағын аласыздардағы кішкентай қасықпен, не болмаса үлкен қасықтың жартысын. Үлкен қасықтың жартысын аласыздар. Осындай ыдысқа саласыздар. Салғаннан кейін міндетті түрде, егер возможностьыңыз болса әрине, өйткені балсыз бұның дәмі ондай керемет тәтті емес, бұның дәмі ашты дәмі бар өзінің, бұрыш сияқты ашты емес әрине. Горький дейді ғой, ащы дейма біздің тілде, ренжімеңіздер, енді түсіндіре алғанымызды түсіндіріп жатырмын сіздерге. Мынаның ішіне жаңа қис салдыңыздар, үлкен қасықтың жарты қасығы. Сосын бал, үлкен қасықтың бір қасық бал саласыздар, міндетті түрде. Одан кейін возможность болса, үйде болса әрине, болмаса табуға тырысыңыздар. Куркума, кәдімгі приправа сататын жерде сатады. Куркумадан кішкентай қасықтың жарты қасығын, не болмаса, куркума болмаса, имбир дейміз ғой. Имбирдің кішкентай қасықпен ұнтақталған түрі бар оның, не болмаса түйіршіктелген түрінде салсаңыздар да болады. Бірақ имбир емес, куркума қосқандарыңыз дұрыс. Яғни бұл біздің практика бойынша ойлап тапқан. Мен ойлап тапқан жоқпын, бұны жіберіп жатыр араб мемлекетіндегі кісілер, басқа да кісілер. Бұл способ именно сол өкпе ауруына жүреді. Не болмаса балды да еш нәрсені қоспай, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху айтты ғой хадисте бізге, ауыздарыңа салып ішіңдер деп. Кішкентай жаңа жарты қасығын немесе кішкентай қасық бір қасықты ауызға салып, сумен жұтып жіберсеңіздер болады. Не болмаса мына әдісті істесеңіздер болады. Осындай бокалды алдыңыздар, ішіне қайталап айтамын, үлкен қасықтың жартысын немесе кішкентай қасықпен бір қасық толық саласыздар ішіне. Содан кейін ішіне бір қасық үлкен қасықпен бал және кішкентай қасықтың жарты қасығы куркуманы саласыздар. Сосын қайнап тұрған ыстық суды әкеліп ішіне құясыздардағы осы ыстық күйінде соны шым-шым күйінде ішу керек болады. Бұл әдісті міндетті түрде тартасыздар, тартқан бір бөлік, ішу бір бөлік. Тарту күніне бағана айттым ғой, 5-6 рет тартасыздар. Бір тартқан кезде 5-6 тартыс тарту керек ішке. Ал ішу әдісін болса ең кемі күніне 4 рет, 3 рет ішу керексіздер, ең азы. Бірақ жалпы әр 5 уақыт фарыз намазынан кейін ішу керек осылай. Тура осылай. Бокалға құйдыңыздар, ыстық су араластыңыздар, ішіңіздер. Ары кетсе 3-4 күн, иншалла, Алланың қалауымен толық жазылып шығасыздар. Бұны ішкен адамдардың өздеріне де куә, бірінші жұрт Алла куә, одан кейін адамдар өздері ішіп көріп жатыр. Бұның қандай пайдалы екенін, бұны ешкім ойлап тапқан жоқ. Құранда Нәжім сүресінің 2-ші, 3-ші, 4-ші аятында Аллаху Тағала не деп айтады? Ол пайғамбар, яғни біздің пайғамбарымыз айтады, ол Мұхаммед сендерге еш нәрсені ойынан айтпайды,
Оның айтқан нәрсесін ол өзінен құрастырып алған жоқ, не болмаса ауадан алған жоқ. Оның бүкіл айтқан нәрсесін мен оған уахи еттім. Яғни Аллаху Тағаланың уахи еткен нәрсесін ғана бізге пайғамбарымыз жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еш нәрсені ойын айтқан жоқ. Ол бүкіл айтқан нәрсесін Аллахтың тарапынан уахи етілген нәрселер. Сол себепті пайғамбар не айтты, ол хақ нәрсе. Біз соған мойынсыну керекпіз, және де істеу керекпіз. Істе деді ма, өкпеге байланысты осы нәрсені істеңіздер. Иншалла Аллаху Тағала шипасын міндетті түрде береді. Мен енді практика бойынша айтамын, бізде практика бойынша өзім болсын, тағы да басқа кісілер болсын, өзімнің үйдегі кішкентай бүлдіршіндер ары кетсе 4 күн, 5 күн бітті, Алланың қалауымен сразу аяқтан тұрады. Міндетті түрде тұрады аяғынан сразу, Алланың қалауымен. Үлкен кісілер болсын, кіші кісілер болсын, жаңағы кішкентай балалар болсын, тез тұрады, қосып істеңіздер. Тартқызып қойыңыздар, үйде тұтатып қойыңыздар, түтін арқылы инфекция тез өлтіреді. Одан кейін мына постты міндетті түрде істеңіздер. Ішіңіздер бұны тарту ғана жеткіліксіз. Пайғамбарымыздың өзі не деп айтып тұр? Тамақ ауырса ғана тартыңдар, ғана емес енді. Тамақ ауырғандар тартсын, ал өкпесіне байланысты, плеврит ауруына байланысты ішсін деп отыр. Демек, тарту тыныс жүйесінде жүреді, мұрын, тамақ деген сияқты. Ал именно өкпеде кіреді оның ішіне. Бірақ өкпеге байланысты, плеврит ауруына байланысты, плеврит жаңа айтып кеттім, пневмонияның асқынған түрі болады. Оған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ішсін деді ма, значит ішу керек. Сол себепті ішіңіздер, Аллаху Тағала шипасын берсін, ауырмаңыздар, өздеріңізді күтіңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан нәрсесін орындап, Аллаху Тағала баршаңызға шипаға тез қол жеткізуді нәсіп етсін. Кеше алдың күні қайтыс болған ұстазымызға дұға қойыңыздар. Аллаху Тағала ол кісіге фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Ол кісінің отбасына сабырлық берсін. Аллаху Тағала баршамызға сондай тақуалықты нәсіп етсін. Одан да жақсы қылсын. Сондай тақуалы салихалы ұрпақ берсін. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.